Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте ерекше болып шығатын творожный чизкейк дайындаймыз. Өте жеңіл жолмен. Ең алдымен ыдысқа 300 грамм ұнды електен өткізіп дайындап алыңыз және оған 1 столовый ложка разрыхлитель қосуыңыз қажет болады. Екеуін бірге араластырып болғаннан кейін сәл еріген сары майды, 250 грамм сары майды қосып бір-бірімен онымен сары май араласуы қажет болады. Немесе сіз мұздай болған жағдайда оны теркадан шығарсаңыз да бола береді. Осылай сары майды салғаннан кейін қолдың көмегімен онымен бірге араластырасыз. Ол ұнтақ сияқты бір-біріне араласқан масса болып шығуы қажет болады. Видеода көрсетілгендей етіп. Сосын оған 100 грамм шекерді қосуыңыз, құм шекерді қосуыңыз қажет болады. Кейін үстінен бір жұмыртқаны қосасыз. Осымен барлық ингредиенттер осымен тамам қамырдың. Осылай барлығын бірінші қасықпен, кейін қолдың көмегімен жұмсақ болғанға дейін қамыр илеуіңіз қажет болады. Егер де сіздің тестаңыз ұнды талап етсе, ұнын көп емес, аз мөлшерде қосыңыз, бірақ ұнды көп қосып жібермеңіз. Қамырыңыз жұмсақ, песочный емес, қатты болып қалуы мүмкін болып табылады. Дәл видеода көрсетілгендей мөлшерге жеткеннен кейін ұнды салуды тоқтатыңыз. Бірақ негізі 300 грамм ұн осы мөлшерге тура келеді. Бірақ біреулерде жұмыртқа үлкен кіші болуына байланысты сәл роль ойнауы мүмкін болып табылады. Осылай жұмсақ қамыр илегеннен кейін осылай әдемі қамыр болып шығады. Оны пакетке салып 1 сағатқа холодильникке салып қоюыңыз қажет болады. Ол аралықта сіз ішінен чизкейктің ішіндегі начинканы дайындайсыз. Немесе жарты сағатқа морозильникке салып қойыңыз. Осылай салып қойғаннан кейін ыдысқа осы ішіндегі чизкейктің ішіндегі основной массасын дайындаймыз. Мен полный творог қолдансам да болады, полный творожный масса қолдансам да болады, бірақ менде екеуіні араластырып істеген ұнайды. Осылай творог және творожный масса араластырамын. Сонда оның дәмі ерекше болып шығады. Тек қана творог істейтін болсаңыз, чизкейкіңіз сухой болып қалады. Немесе полный творожный массаны қолдансаңыз да болады. Осылай творожный масса творогты араластырып болғаннан кейін граммдарын төменгі описанияға жазып кетемін. Және 2 жұмыртқа қосуыңыз қажет. Ванилин қосасыз. Ванилин өте иісіні керемет етіп, әдемі дәм иіс беріп тұрады. Және осы ванилинді қосқаннан кейін ішіне 1 лимонның жарты седрасын қосуыңыз қажет болады. Осылай лимонды алып теркадан шығарасыз. Оның жарты лимонның седрасы қажет болады. Лимон өте иісіні күшті етіп, дәміне де, иісіне де әсерін тигізіп отырады. Және осылай 2 столовый ложка шығатындай лимонның сокны осы ішіне құюыңыз қажет болады. Және оның барлығын бір-бірімен миксердің көмегімен, немесе мен сияқты қасықтың көмегімен біркелкі болғанға дейін араластырасыз. Және менде 24 сантиметрлік форма, сол формаға астына пергамент төсесеңіз де болады, немесе мен сияқты маргаринмен майлап, осылай холодильниктен тестаны алып, осылай форма жасап, ішіне творогты салып, үстіне әсемдеу мақсатында мен компоттан шыққан шиенді қолдандым, немесе сіздер басқа нәрсені де қолдансаңыздар болады. Сосын 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аласыз. Осылай әдемі болып шығады. Егер де сізге ұнаған болса, лайк басып келіп кетуді ұмытпаңыз.